Ұлтаны болмай ұлтымның, сақталмауға ұмтылдым. Құлы болмаған құлқынның, пейлі қымбат жұртымның. Бәрекелді ардақтағайлар, ендеше мінекей бүгінгі тамаша тойымыздың екінші бөліміне баршаңыз қош келдіңіздер. Той құтты болсын! Айнала қошымен тұрып қояқ баршамыз. Мана командаларды бірізге түсіп қояқшы. Еркін ағам командасы қайда? Айша! Kalkmayı okurum ya, bir doktorun kalkmayı. İlkine kalkmayı bandası! Рахмет, ардақтағайлар, арасында да бүгінгі қуаныш, ерекше қуаныш. Ендеше мінекей Еркен ағамыздың бүгін 50 жас мерейтойын деп баршамыз жиналып отқан жайымыз бар. Енді шай ішіп көңілдеріңізді жайлап отырыңыздар. Шай ішпесек басымыз ауырып қалатын халықпыз, сондықтан да шай ішіп отырыңыздар. Енді шай дастарханда алғашқы ақиқатты деп беріп отырайық. Ол кісілер мана өзінің той басталғалы тыпыршып, орындарында отыра алмай, бізге қашан кезек келеді деп маған бері күтіп отырған осы Еркін ағамыздың барша жора жолдастары, құрбы құрдастары, бір сөз айтпай айтқанда 73-тен ортаға! Барша 73-тен ортаға шақырамыз. Жартысы шықты ғой. Көке бір ашуланбай емес көке. Түріңді бұзын бұзын ашуланып береді емес береді. Не өріншенді берілгесін бұзын. Ашуланбаш. Бәрекелді ағайындар, мінекей 100 теңге болғанша 100 досын деп бекер айтпаған. Сондықтан да мінекей Еркен ағам мен Айша апам жанына жолдас жинай білгенін көріп тұр. Мінекей өздеріңіздің қалың орман болып жиналғандарыңыздан. Сондықтан да қош келдіңіздер. Мынау енді бәріміздің сөйлесек таң атады. Сондықтан да араларыңыздан бір 2-3 адам сайлап алайық. Ағыласынан біреу, бұғыласынан біреу деген сияқты. Аднапатшанынан біреу деген сияқты. Бір 2-3 адам сайлап алайық. Қалғанымыз тілекші болайық. Ән айтайық, би билейік. Бүгінгі тойдың сәнін қыздырып отырайық. Көкем сөйлейтінді көріп тұр енді. Осы көкем бастайды-ау. Теміз, орта. Тағы бір 2 адам болды сосын. Әйел азаматшылардан класстастар қыздар бар ма? Жұлдаластар. Тағы бір кісі болды. Осы шайдам айтсын. Қалғандарымыз тілекші болайық. Көке бастап беріңізші. Кәдімгі бастайтын адам болып көріп тұрсыз. Ассалаумағалейкум. Жастар болайық. Денсаулығың мықты болсын. Кішкентай тұрмыстарың көрейік. Ел ағасының басыңағын болсын болсын. Әкелерден жүрген шектерден ойнап тұрып, қыстарыңыз қайда бақыт болмайды. Алыстан келгендер болса бір әкеліңіз. Жақыннан бола берсін.
Анда бүгінгі тойға жиналған тойшыл қауым тойларыңыз тойласын. Анда еркін Айшат, бүгінгі тойларың құтты болсын. Еркін бүгінгі толып жатқан 50 жасы құтты болсын. Ақырындап бүжіп ғасырдың жартысын бүжіп 50-ге толып жатсың. Алланың берген жасын жасай бер. Отбасыңа амандық тілеймін. Көрінген балаларынан қызығын қызықтап. Айшат екеуің солардың қызығына тоймай, Алланың берген жасын жасап, ұзақ ғұмыр кешіңдер. Отбасыларың аман болсын, жан-жақта ағайын туыс бауырларың аман болсын, еңбекте табысты болыңдар. Асқарың оқуын тамамдап, келін түсірсін, немере сүйгізсін, немереден шөбере сүйіңдер. Осылай жора-жолдастың арасында сыйлы болып, ағайын туыстың арасында сыйлы болып, еңбек өрге жүзе берсін. Toylarını toygulasın. Kalanlarımız koşsamız var. Oy tamaşa, osutay dost bağırsanız da olsun bir koşun öldürüp koyayım şimdi. Tamaşa. Rahmet Navende arasında da bağırsanlarımızga ortak toy kuvanış. Bugünkü Endi Şahzat ağaylar, siz yaparımız табыс етейік. Жақсылар, бүкіл жолдастар болып, достар болып бір естелік фотоға түсейік. Сосын ары қарай әнмен, бимен кешімізді жалғайтын боламыз. Тойларымыз құтты болсын. Бүгінгі кеште естелік фото суретке түсіп алыңыздар. Кешімізді одан әрі жалғастырайық. Расында да мінекей Шайдастар ханым осы еркен ағамыздың барша жора жолдастары тамаша ақ тілектерін ақтарып, ортада билеп, мінекей әдемілеп бастап берсе, кешімізді одан ағара енді осы еркен ағамыздың перзенті, осы ағамыз бен тәтеміздің жолын қуып, өнердің жолын одан әрі қарай жалғастырып, осы мектеп қабырғасында жүргенде де қаншама байқауларға қатысып, қаншама өнер сайыстарында бағын сынап, қазіргі уақытта мінекей мектеп қабылдығын аттап, жоғарғы оқу орнына түсті деп естіп жатырмыз. Жаңа барлығына қайырлы құтты болсын. Ендеше келесі кезекте
Наргиз қыздарыңызды сіздердің үлкен қошеметтеріңізбен, құрметтеріңізбен, шапағаттарыңызбен, махаббаттарыңызбен ортаға шақырып, Наргиздің орындағы тамаша бір әкеме деген ән тыңдайық. Ал ендеше шай ішіп отырыңыздар, Наргиздің орындауында тамаша ән. баласы мінекей әкесіне ән тартып жатқан Наргизге бір қошеметтеріңіз болсын. Қаттырақ. Кешімізді жалғастырайық, ендеше тағы да бір Ақтектің тізгінін ағытуды жөн көріп отырмыз. Мына енді манадан бері өздеріңіз де байқап отқан шығарсыздар. Еркін ағам туралы айтқан кезде де мінекей қандай бойындағы қасиетін айтқан кезде де барлығы да өзіне жарасады. Расында да мына жерде Еркін ағам тілектерді тыңдап тұр. Тілек айтып жатқан адамдарға автоматически қамсол жабылып жатыр. Подаркалар келіп жатыр. Бүкіл абсолга жасалып жатыр. Ағам бәрі көзбен ғана бақылап тұр. Ешкімге бірдеңе деп айтып жатқан жоқ. Бәрі көзбен бақылап тұр. Бұның барлығы мына расында да бір ағамыз дұрыс айтты. Мінезді. Сондықтан да мінекей осы ағам артында ізін басып келе жатқан інілерінің, қарындастарының, бауырларының алдында қандай сыйлы екені баршамызға көрініп тұрды. Сондықтан да мінекей осы Еркін ағамыздың тойы деп
аяқтарынан тік тұрып қызмет жасап, баршаларымыздың қас-қабақтарымызға қарап жүгіріп жүрген енді осы Еркен ағамның іні қарындастары, келіндері, күйеу балалары өздеріңізді бір ортаға шақырып ақ тілектің тізгінін берсек деп отырмыз. Ендеше Қанат, Гүлім, Шыныбек, Гүлмира, Ербол, Әсел, Бағдат, Алмагүл, Шәріп, Самал, Досет, Махаббат, Алмас. Мінекей аталған қонақтар. Қош келдіңіздер. Мынау той баршаңызға құтты болсын, қайырлы болсын. Сіздердің де осы 50 жастарыңызда басқа қонақтар мінекей сіздер үшін қызмет жасап жүрсін. Ал, мархабат. Ассалаумағалейкум, тойшыл қауым. Бүгін үлкен той болады, үлкен курасы болады. Бұл тойдың себебіне Еркенді біріншіден кішкентайында бір көп кластас дос болғанбыз. Артынан айтып кетіп қайнаған қалмады мен қарындасынан. Ер адамның үш жұрты болды сол бөлімде. Бір жұртым осы кісілер. Ана Ерекен, саған тілеп көрмейді. Мағадан айтып жатқан кетіп бір тілшінің құлағын ашамыз. Айшеті бірге қайтайында. Ортадан әкеңіздің аналарын қаман болсын. Енді үлкен бір еңбектен тұрасың. Соның қызығы бол, келгізгі бол, табысты бол. Одан ағайының, достарының басын жинап той жасайын. Үйде тұрмай той болсын. Енді 100 жасайын, Аллаң берген ғұмыр жаса. Жаманды көрмеген, Аллаң берген бірге жатайындар. Ертең маңы жақсы мектептер қалып болсын. Еркеннен өзінің отбасынан жақын бар. Алла қаласа мал қолы ағайындар қорғанды кіргізіп біреміз. Ал тойларыңыз құтты болсын бәріңізге. Ассалаумағалейкум жамағат. Әлмен аға, құдайдеріңіз үлкен той болды, қайырлы құтты болсын. Үлкен бөтен адамдар қойған, Еркен ағамыздың туысқандары, жолдастары, осы Еркен қуанышын өзін көкке отыр. Еркен қуанышының туғанын құтты болсын. Ердің жасы дейді. Елдің бәрі айтып отырмын, сіздің еңбегіңіз шексіз ғой. Алла тағала қызын көріңіз, балаларыңыздың қызын көріңіз. Айша теңіздің қызметі қасымдар. Туғаныңыз болып, қасын жасқа кете беріңдер, жасқа кертайындар. Сіздерге қызығып, аттың елдіре берейік. Құтты болсын көріңіз. Ой, бәрекелді, жала беріңіздер. Ал құрметті туыс-туғандар, ертеңгі жолдастары, тойымыз той болсын. Еркен аға туғанымыз құтты болсын. 10 жасымызға деніміз сау болып, осылай туыс-туғанның ортасында басымыз қосылып, тойымыз той болса дейсіз, үрлі-шүрлі болыңдар, жүзге жетіп, еңбек жемісін жете беріңдер, еңбек көріңдер. Алла қабыл етсін бәріміз, тілектеріміз. Әмин, әмин. Ассалаумағалейкум тойшылар, тойыңыз болсын. Еркен аға 50 жасында тойыңыз болсын. Жүзге көріңіз, ауырмаңыз, болашағыңызды көріңіз. Біз қуаныштымыз, артымыздан еріп жүріп. Көпшілік жоқ, жақсы болыңыздар. Тойшылар бәріңізде жақсылық, отбасыларыңа берекелі. Ағамыздар, сіздің отбасыңызда бір тай бар. Ағайда көріңіздер бар мінекей, бауыр болса осындай болсын мінекей. Ақырын үндемейді, уже 2 жыл қырды. Достым, бәтемізде ағай шегін басты сіз бесті ма? Шең ағайларды көріп өйтінші. Еркеннің ашылған қауым, тойларға құтты болсын. Еркен аға, Айша, тойларыңыз жағынан болсын. Құтты болыңыздар. Елдің жасы елдің, тағы бір елдің жасап өтедіңіз. Қауыстасып бірге жатайындар. Немере шөбелесейіндер. Балаларыңызды бұған қоймай.
Tek kalan dastakanda, keng dastakanda basıp koyuyoruz. Sizin videoda kızlar başınızı bilmedi mi? Kız sayısız değildi. Karnında kini kadar haklı mı? Bizler konaktan bugün keyin koyda basın dostluk doğan sebep bizim Erkin ağamızın 7. jası kutlu olsun, genleriniz sağ olsun, Ayşe tekemiz bir jас taraftayınızlar, көрген балаларымыздың қызығын көріңіздер. Тек осындай отбасыларыңыздар тойға осындай керемет жолдас ағайын туыс бәрі басы қосыла берсін. Ортамызда жүрген үлкен кісілер қарттарымыз аман болсын. Солардың батасын тілеуін сау қылып, біз аман есен жүре берейік. Тек тойда ғана келсек. Ой, бәрекелді. Өз байқақты бүкіл біздің артынан айтып берсек, басқалары микрофондан шошып отырып. Бәрекелді, айтқан ақпареттеріңіз қабыл болсын. Енді шеткі департамент. Еркін ағамыз бен Айша апамыздың балаларының концерттік бағдарламасын одан әрі жалғастырамыз. Жаңа ғана алдарыңызда тамаша Наргиз қыздарымыз ән салып берсе, енді Асқардай ұлдарымыз тамаша бір күй шертемдер жатыр. Бір үлкен қошемет көрсетіп қояйық шағырақтар ағайындарымызды. Екі шектен бірін қақты, бірін сәл-сәлген бұра, нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра дейді. Ендеше Асқар ұлдарымыздың орындауында Динаның домалатпайы қабыл алыңыздар.
тағы да біреу деп жатыр. Ардақтағанда жаңа өздеріңіз тыңдаған домалатпай мынау өзіміздің мына құлаққа үйреніп қалған балбырауын адайларға қарағанда орындалуы өте күрделі күйлердің бірі. Сондықтан да өздеріңіз көрдіңіздер. Жылы Амангелді аудандардың арасында ең алғашқы болып Қазақстандағы 1000 домбырашыны шығарды, өздеріңіз білесіздер. Сол 1000 домбырашының ішінен консерваторияға барғандар аз негізі. Солардың бірі де бірегейі алдарыңызда өнер көрсеткен Асқар ұлдарыңызға бір аттырақ қошемет ұрайық. Кешіміз жалғастырайық, тойға оралайық, ардақты ағайындар, мына шайдан алып отырыңыздар. Мынау енді келесі кезекте мен жақсы билейтіндерді енді ортаға шақырдым келіпті. Енді мана екі команда болып әдемілеп бөліндік қой. Былай жасайықшы, екі командадан бір мен мықты билеймін деген адам шақырайықшы кәне. Гүлмира! Өзің қоймайшы бүрлеген енді, мана шықсан адам болған соң. Ал рахмет, мына енді айтып отырық қой, манағы командалық жарыс. Бұл командалық жарыс. Кім жеңіледі, отыра береді, замена шығады орнына. Сонымен, Еркін ағамның командасының атынан Гүлмира, Айшаттың командасының атынан Нақысбек ағам. Ал, дайынсыздар ма? Мына мен сіздер мана билеп үйреніп қалдыңдар ғой, өзі білесіздер ғой бір-бірін, қалай билейтіндеріңді. Ал, Көке дайынсыз ба? Көке, спокойно тұр. Өзім жеңейін деген тұр ғой мынау кәдімгі. Ал, кеттік ендеше.
Bir bilen qaytala. Al, kim qana bilen ko'rsatdi? Qo'shimlikpен, hurmatpен da'vos beriga Gulmira G'oibiyeva. Ko'kisi ma'lum qiyba qo'yib. Atimiz o'tib qoldi. O'smi shishirib so'rabmi? Maqsudbek G'oibiyeva. Gulmira, Maqsudbek o'zi. Samet, gidiyor Ulan size şişmişsin onu kardeşim. Samet, Maqsudbek G'oibiyeva. Bu tane gazayı bırakın oğlum. Gulmira! Ya pansiyet ki, başına pansiyet ki. Otur. Zamena! Mana ko'rgim bilyapman. Daysizmi? Maqsud. Абсолютно спокойный, вообще қиналып тұрған жоқ қой. Дайынсыз ба деймін. Бәрекелді. Какой? Есім қалай? Асқар. Бәрекелді. Асқар против Гульмира. Поехали! Gulmira gerek bo'ladi o'zim jaqaman. Dayndab qo'yingizlar ya. Al, qalay bo'lganda da men shishmayim. Ona xalq shishib, so'ng Gulmira G'oibiyeva. Молодец. Asqar G'oibiyeva. Все. Следующий Gulmira. Так, рахмет. Следующий, замена. Физиономиямен биліп тұрсың. Ашыланып тұрды, оған мен бермейміз. Ал, сайлау против Гульмира номер 3.
bir diyeceğim bakın. Aa bile. Koka aşılan pıratı coşun. Bölme tutur, aşılan pıratı coşun. Tabii, kalay bağında olsun biri. Saylav koya, saylav! Yani 73'te kadar da olsun biri bakın. Başka şey yok. Gülmeyra Naymettin! Ve Gülmeyralar sağ olun seni var da şu. Işışı Gülmeyra var. Koka. Есімің не? Әнжан. Мына кісі өзіне увереншілікті бар ғой. Байқаңыз енді. Финал! Финал! Осы жолы кім жеңеді? Сол жеңеді. Ой! Әлі бастаған спокойный, да? Мынау ішіндегі де болған да. Аймаққас қабыз! Кәдімгідей бар ғой. Ана уже болельшігін ертіп кетті өзі еще. Болельшігін ертіп кетті. Гүлмира молодец. Гүлмира қырып қойды бүгінде. Сонымен, қалай болғанда да дауыс берейік. Көкөк. Сіз сұлтан рахат едікші ма не? Әмжан көкөк! Жетіште бақайды қалай әсендірі? Өздеріңе ғана сай өтіп қойды. Ау, Гүлмира Нәйметtin! Әмжан көкөк, мынау сізге шыдас қалды болып отырады. Бүгінгі ойынның жеңімпазы супер биші атағы ойбай одан пакетмен бере салшы. Пакетмен берейік. Гүлмира Нәйметtin! Бәрекелді, рахмет. Ал енді қалай болғанда да Еркін ағамның командасы жеңді! Айтпейм, жеңізге өтір. Молодец. Сен бастап бердің өздеріңізге. Еркін ағамыздың балдыздары келіп отыр екен. Балдыздар қауымы. Енді қалай жазылып тұр, солай етем бе, шын айтайын ба? Бітіпсің ғой деп жазылып тұрған, примерно. Жоқ, мына баламды оратырмыз. Жоқ, сенің атыңды кім деп жазған білесің ғой. Кейде мынау ағайындар осылай болады, кейбір тойларда критикасын жазып қойды, ана кісілер ренжиді артынан, сондай болады. Ал Иманғали деп айтайықшы, негізі бұл жерде секунд деп жазылыпты. Иманғали, Дана, Гүлмира, Аман, Айдана, Нұрсұлтан, Жаннұр, Бейбінұр, Бексұлтан, Іңкір, Нұрбақыт, Малика, Еркенұр, Асылтас. Ал мінекей бар.
киіп келеміз деп шешкенсіздер ме? Істегенсіздер ме? Қоңыр киіп келеміз деп шешкенсіздер ме? Ал, бастайын. Кім бастайды? Қыздың жолы кішкеде Гүлмира қарайды бір. Еркін Айшат болсын, тойларың құтты болсын, шаңырақтарың биік болсын, денсаулықтарың мықты болсын, осылай. Тойларың тойлай берсін, балаларының қызығын көріп, бақытты болыңдар. Айтылған осы бүгінгі тостарға, тілектерге қосыламын. Ассалаумағалейкум, жерлестер, ауылдастар. Біз Еркіннің балызымыз. Еркін көптен үймен ойнайды дейді. Ойынды көтереді. Бір-біріміздің ойынымыз қатты ойнайды дейді Еркінді. Тойларыңыз той боласын. Әсіресе бүгін 73-лердің мерекесі тойы. 73-лердің 20 жастарыңыз құтты болсын. Туған күнің құтты болсын. Ғұмыр жасың ұзақ болсын. Денсаулық мықты болсын. Бастысы Айшат екеуің бір жасқа қартайыңдар. Балалардың қызығына, қылығына, қуанышына тоймен жүре беріңдер. Сенің тойың, біздің тойымыз, біздің той сенің тойың ортақ. Осы тойың той боласын, салғаннан қырасың. Аман келтіргенсен хабарласып келдің бе? Осылай тойлап жүре берейік қашан. Ассалаумағалейкум, құрметті туған туыс, бауырлар. Бүгін мына есеппен еркін жездеміздің жаңағы келін қуанышты болып жатыр. Барлықтарыңызды көргенде қуаныштымын. Барлықтарыңыздың үйлеріңізде осындай керемет қуанышты болсын. Алыстан келген кісілер, үлкен кісілеріміз арамызда аман болсын. Алыстан келген кісілерін көп рахмет. Және де еркін жездемнің бүгінгі мүшелі қайырлы құтты болсын, ғұмыр жасы ұзақ болсын, бала шағасының қызығын көріп, балалары тәрбиелі, білімді, еркінде иманы бар жігіттер болсын. Барлықтарыңызға отбасыларыңыз амандық тілеймін. Еліміз аман, жақсы тыныш, осындай қуаныш тойда кездесуге Алла нәсіп етсін барлықтарыңызға. Тойымыз тойға болсын. Мынау Айшат пен Еркіннің отбасы шаңырағы биіктерін көріп, бала шағасының қызығын көріп, осындай той қуаныштан келсе берейік. Маған айтып жатқан тілектер жақсы, керемет тілектер айтып отыр. Қабыл болсын бәрі. Аман болыңыздар. Ортамыздағы үлкен кісілеріміз аман болсын. Ана жерде сол кісілердің арқасы алыстан келген бұл жерде Серік Бөлкен күләш деп отыр. Сексен ағам. Сіздердің Еркін ағаның жолдасы ағалары, Берік аға, Серік аға, ол кісілерді біраз болып көрмегеніне құдалар. Және бұл жерде үлкен Әмжан әге сосын папым отыр. Ашки көпті ол кісіге кәдімгі. Бұл кісілер енді анау баяғы 90-шы жылғы адамдар ғой, көрдіңіз ба түреді. Форма дешісі керемет. Осындай қуаныш той барлықтарыңызда болсын. Үлкен кісілеріміз аман болып, еліміз тыныш болсын. Тойда кездесуге Алла нәсіп етсін барлықтарыңызға. Бәрмен, жалайыптар барсайды, қармалана қоспақтар бар. Дана айтады. Ағам күте, жұмыстарыңыз қайырлы құтты болсын. Еркін ағамның жасқа жете беріңіз. Өмір жасыңыз ұзақ болсын, ең бастысы деніңіз сау болсын. Өсіп келе жатқан Асқар мен Наргиз тоқтар сіздерге қуанышты болсын, тірек болсын, сол қуаныштарыңыз көп болсын, көптің тілегі көп дейді ғой, қабыл болсын бәрі. Кеш жарық, құрметті қонақтар, бүгінгі Еркін Айшатте туған күндеріңіз құтты болсын, ең бастысы Алла Тағала сізге денсаулық берсін, отбасыларыңызда тек қана қуаныш болсын, осындай той томалақта төрт көзіңіз түгел болып жиналып Алла Тағала нәсіп етсін. Сіздерге осы отырған үлкен кісілеріміздің, ата-аналарымыздың бейнетін емес, зейнетін Алла Тағала нәсіп етсін. Той томалақта кездесуге. Еркін
Айтып жатқан барлық тілектер періштенің құлағына шалсын, балаларыңыз тек жетістіктерде көрінесін, денсаулықтарыңыз мықты болсын, Алланың назарында бақытты бағдарында болыңыздар. Айтпайым деп бәрі айтты уже. Қалқанаған өзінде. Етіміңа ішке тойларыңыз құтты болсын, тек қана бақытты болыңыздар. Мен оған сюрприз берем. Так, сіз япаңыз табысты, жақсы қонақ өтіп болайық. Қонақтарымызға бір сый-сияпат жасағымыз келеді. Ол кісілерге бір-ақ миссия, аттарыңызды атайын, ортаға билеп шығамыз, подарканы аламыз, орнымызға кетеміз, бітті. Ешқандай қиындығы жоқ. Ендеше, осы бүгінгі дүбірлеген тойымызға сонау Астанадан келген Айгүл апамызды ортаға шақырайықшы. Айгүл апа! Астананың адамдарына сияқты мен еткен қойы. Так, Астананың адамдарына керек болады. Құрмет, қошемет, шапалақ, шапағат, махаббат Айгүл апамызға. Айтты ғой, ешқандай қиындығы жоқ, келес, сыйлық аласыз, оның ашып билеп барасыз. Және де бір сый-сияпатымызды тағы да алыстан келген қонағымыз Нұрбану апамызды ортаға шақырайық.
Рахмет, мынау алыстан келіп арнайы осы тойымызды бөлісіп жатқаныңызға. Көп рахмет, той иелеріне артынан сыйсы. Рахмет, ал ағайындар, енді бүгінгі тамаша тойымыздың келесі ақ тілегі әрине осы Еркін ағамыз бен Айшат апамыздың үкіле өсірген балалары, көздерінің ағы мен қарасы, өздерінің мінекей ізін жалғаушы, өздерінің мінекей одан әрі фамилиясының жалғасы, өмірлерінің жалғасы. Осы кісілердің ендігі кезекте балаларын ортаға шақырайық. Асқар, Наргиз, Кәусар, Ақерке, Назерке, Нұрбол, Еңлік, Бек, Нұрбек. Әке, осы бүгінгі өткен 50 жас мерейтойы құтты болсын, толған жасымыз ұзақ болсын. Әрдайым Алланың назарында бақыттың назарында жүре. Осы уақытта бізді нәпелеп бақылап жүрген мың алғыс. Саған осы уақытпен алсындамыз. Өте рахмет сіздерге. Ауайын бақшы мысал айтады ғой. Қайрат, нұрлы, ақыл, жылы жүрек дейді ғой мысал айтады ғой. Осы қасиеттер сіздің бойыңызда болсын деп тілеймін. Осы қасиеттер. Қазіргі жастар бақытты ғой. Сақалға да прическа қояды ғой. Сақалға да прическа қояды. Азыр. Бүгінгі әншілерде тойларыңыз құтты болсын. Қуаныңыз құтты болсын, өмір жасыңыз ұзақ болсын. Осы бала-шағаңыздың қызын көре беріңіз. Әуген айтқаным келсін. Жалғап жүр. Әке, мама, бүгінгі тойларыңыз құтты болсын. Әке, өмір жасыңыз құтты болсын. Әрқашанда ауырмай, сырқамай, біздің осы тұрған балалардың қызын көріп жүре беріңіздер. Сіздерге көп рахмет, бізге осыны жақсы тәрбие бергендеріңізге, жақсы жолға көрсете білгендеріңізге көп рахмет. Ауырмаңыздар, ең бастысы денсаулықтарыңыз мықты болсын. Қарай енді біздің ең бастысы ауырмай біздің қасымызда жүрсеңіздер, соның өзі үлкен бақыт біз үшін. Еркін әке, Айшат мама, бүгінгі мерейтойларыңыз құтты болсын. Өмір жастарыңыз ұзақ болсын. Екеуіңіз бір жастықта қартаюды Алла нәсіп етсін. Осы уақытқа дейін айтқан тілектердің барлығы періштенің құлағына жағылсын. Еркін әке, бүгінгі туғаныңыз құтты болсын. Сізге бар жақсы тілеймін. Денсаулығыңыз мықты болсын. Ғұмыр жасыңыз ұзақ болсын. Бақытты болыңыз. Амин. Еркін әке, келіп жеткен жаңа жасыңызбен құттықтаймын. Сіздерге бақыт тілеймін. Мол бақыт тілеймін. Сізден ағай өмір сүре берсеңіз. Енді қызық басталады қазір. Бой былай түскен сайын тілегі әдемі бола бастайды. Айтады, кетпеш қой. Әке, туған күнің құтты болсын, өмір жасың ұзақ болсын. Мамам екеуміз бір жастықта қартайып, денсаулықтарың мықты болсын. Ой, күн ғой. Так, боймен жаққа кетті бірінші. Соңында қалып қалай болды. Еркін әке, туған күніңіз құтты болсын. Әкеге қарап тұрып айтсыз? Жастан жасқа жете беріңіз. 100-ден асып кетіңіз, бай болыңыз. Ай, күн бойы тәтті бола бастайды. Бер ағам. Еркін әке, туғаныңыз құтты болсын.
Енді қызық басталады. Пожалуйста. Кел ғой. Ұялма, ысылма. Ұялма, жігітсің ғой. Азаматсың. Сен жігітсің. Сен еркексің. Сен күштесің. Еркін әке, бүгінгі туған күніңіз құтты болсын. 50 жас туған күніңіз құтты болсын. Өмір ұзағыңыз ұзақ болсын. Балаларыңыз арасында күліп ойнап жүре. Айтты ғой бұласымен шиырды. Соңғы призамды. Рахмет. Бала деген мінеке бауыр ретінде соқтырды мінеке осы бала шағасының ортасында тұрып, ардақтағандар. Осы бала шағаның құшағында тұрып, бала шағаның ортасында баршаларыңға деген өз алғыстарын білдірсін деп, келесі кезекте бүгінгі баладай көңілмен даладай дастархан жайып, алыс жақын ілік-жекжет туған туыс дос-жаран баршаңыздың бастарыңызды қосып отырған бүгінгі тойдың иелерінде осы балалардың қасына шақырғым келіп тұр. Ендеше бір мәрте тұрып, қолды қаттырақ ұрып, ортаға бүгінгі тойдың иелері еркін ағамыз Айша Балашаға. Құрметті мынау қонақтарымыз, бүгін өте қуанышты жағдайда тұрмыз. Мынау шаңырағымыз үлкен той болып, бірінші рет той жасап, ағайын туыстың басын қосып, жолдас жолдың басын қосып, осылай дастархан жайып, Айша екеуміз бір қонағасы берейік. Жаңа мана тілектердің басын айтып жатыр ғой, Мұқаш ағам, мен себепшімін деп. Расымен де сол кісінің себеші болып, бір келін айтып кетті. Еркін той жасандар, тойлы аяқ дұрыстап тұрып, қадып деп. Сол бізге сол қамшы от дейді. Расымен де. Біз өте сіздердің бәрімізді көргенімізге өте қуаныштымыз. Әр қайсыңыздың шаңырағыңызда әрқашан той болсын. Тойда келсек тек қана көп-көп рахмет бәріңізге. Мынау толық тұрмыз енді. Көп сөйлеудің өзі Айшатқа берейік. Саламатсыздар ма, құрметті қонақтар? Расында да көп жылдың алдында бәрі жүрген расында. Мынау біріншіден той жасап тұрғаннан кейін расында осы той жасаудан қорыққан жоқпын. Аны өткенде Мұқаш ағам келіп кеткен, соны айтып осындай бір әңгіме болды да. Сосын ағам айтты, ағам бір-екі шаруа тапсырып кеткен, аға бір шаруаңыз орындады Мұқаш аға. Енді көп сөз ғой, бағадан бір ойлап жүріп еркінге айтамын, маған ең соңында тұрыс берген кезде сен сөйлеп мен демей қойшы деп. Енді артық кем болып жатса кешіріңіздер, бірінші рет жасап отырғаннан кейін ойлап қалмаңыздар, маған бәріне бірдей кеудеше емес деп. Енді не айтамын, бәріңізде осындай той болсын егеріңізде, бастарыңызда мал бауырлығыңыз бүтін болсын. Бірінші той жасап тұрғаннан кейін расында да қорқынышты екен. Тойдың болғаннан болатысы қызық дейді. Отбасыларыңызда бәріңізде амандық болсын, бала шағаларыңыздың қызығын көріңіздер. Еліміз аман, бейбітшілік заман болсын. Келгендеріңізге көп-көп рахмет. Қошеметіңіз қандырақ сау қойыңыз. Рахмет. Мынау енді бұл кісілердің енді расында да айтпады ғой, бірінші рет той жасап отырып деп. Бұл кісілердің енді маған хабарласқанына бір ай болды. Бір айдан бері күнде амандығымды береді бір жақсы. Айша Шакировна күнде звондайды.
Қалай болады? Дайынсың ба? Иә. Екінші қыз болады. Ұмытып кеткен жоқсың ба? Жоқ. Күнде амандығымды біледі. Бір жақсы жері сол болды. Сондықтан ардақты ағайындар арасында бүгін бір керемет той болды. Ендеше әр қазағым жалғызымды жақсы көрейік. Баршаңыз үйлеріңізде осындай той болсын, той құтты болсын деп бір қол соғып қояйық той үйлерінде. Олжасыңызбен Жазыбекімізге көп рахмат. Тойымызды әрлендіріп, көңіл ойына болуына үлкен үлес қосып жатыр. Рахмат сіздерге. Ой, оқашы. Халықтың адамымыз, алқашыларымыз үйлеріңізде осындай той қуаныш болса хабарласып тұрмыз. Телефон таксиде бар деп қойды. Ал енді бүгінгі кештің қорытынды әні болсын. Ендеше мана апам да келіп сұрап кеткен. Осы менің Наргизім тағы да бір барак атамды. Екі адам неше бойынша үшін? Гәкку орындайтын Наргиз Еркінқызы. Здравствуйте. Bayqадыңыздар ма, мана кісі неше рет шықты ақша беріп. Молодец,
шыққан сайын беріп жатыр. Рахмет, баршаңызға да осылай саналды салиқалы ұрпақ нәсіп етсін, ардақты ағайындар. Мынау енді бүгінгі тойды аяқтамас бұрын сіздерге қызмет жасаған кісілерді таныстыра кетейік. Мынау енді бүгін тамаша осындай ғимарат ұсынып отырған Құлан тойханасының ұжымына бір қол соғып қояйықшы, ардақты ағайындар. Аяқта поварлар бар, офицерлер бар. Және де бүгінгі кештеріңіз мәңгілік есте қалсын деп камераға түсіп жүрген әлет деген ұлдарыңызға бір қошемет ұрып қояйық. Баршаларыңызды суретке түсіріп, қолдарыңызға суреттерін таратып жүрген Дәулетхан және Айдын деген азаматтар бар бұл жақта. Бүгінгі тойымыздың сәнін, мәнін, дәмін келтіріп жатқан Жасылбек Сейтқалиев ұлдарымыз. Және де сіздермен бірге болған мен есімім Қарапайым Олжас болды. Рахмет. Мынау ендеше ардақты ағайындар бата қайрайық, сосын барып бір жауапта орнымызға отырамыз. Ендеше осы екінші дастархандағы бата қайыру рәсімі осы бүгінгі кешімізге арнайы Астанадан келіп отыр. Иман біргелесін, айырген құдамыз жүзге келсін. Құдамызды істің адам екен, әрекетті айтқан ақбатаңыз қабыл болсын. Ардақты ағайындар, енді біз сіздермен қоштасып, біз сіздермен келесі тойда кездескенше дейміз. Аман болайық, қазақтың тойы бітпесін.